Саламатсыздар ма? Каналға қош келдіңіздер. Бүгіндікке гонконгский грипп жайында айтатын боламыз. Сіздер қалай емделіп жатырсыздар? Немен емделіп жатырсыздар? Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып, тіркеліп бізге сұрақтарыңыз болса, лайк басып, астына жазуға болады. Біздер қалай емделіп жатырық үйде, үй жағдайында. Бір жалғыз қана көмектесіп жатқан препарат, ол ацетамивир, противирусный препарат. Оны аптекаларда бәрі сатылады. Қазір көбісі гонконгский грипп деп біздер бала көбінесе ауырып жатыр. 80%-ның бәрі көбінесе больницаларда бала ауырып жатырған. Ол қалай басталады гонконгский грипп? Бірінші температурадан. Резкий температура болып кетеді 39 бен 40 аралығында. Оны үй жағдайында қалай избежать етеміз? Енді қазір даже өзімнің балдарымды ауырған кезде уже қабылдамайды. Инфекционный бәрі, больницалар бәрі жабық. Сол себепті біздерге енді үйде отырып емделуге тура келіп жатыр. Үй жағдайында не затты пайдалануға болады? Біріншіден сұйықтық көп ішеміз. Компот, су, сүт, шай, не бар, сұйықтықтан тек іше береміз. Білесіздер, көбінесе через моча жаңағы температура түседі. Сондықтан да көбінесе үйде жағдайында тек сұйықтық беруге старайтесь. Және сорпа, балықтың сорпасы, окорочкіден сорпа болсын, осындай жеңіл-желпі тамақтардан берген жақсы. Енді гонконгский грипптің симптомдары қандай десеңіздер, біріншіден температура, екіншіден слаб басады адамды, ештеңеге зауқы болмайды, денесінің ешқандай несі болмайды. Дене температурасы көтерілген баланың енді әлсізденеді ол. Тамағы жыбырлайды, тамағы іседі, қызарып тұрады, азноб болады. Даже егер емделмеген жағдайда пневмонияға дейін апарады. Енді үлкендер қалай ішуге болады? Енді үлкендер лимонмен шай, варенье, смородина, малина. Сондайлар вареньемен шай ішуге болады. Және оны қалай өршітіп алуға болмайды. Енді көпшілік жерге бармағаныңыз дұрыс, әрине үйде отырғаныңыз дұрыс. Егер нағыз баруға міндетті болсаңыздар, енді маска тағып жүріңіздер. Егер үйде тағы біреу ауырып жатырған болса, оксалин жағып алсын. Келесі бала уже оксалин жағып қойыңыздар мұрындарына. Сосын тағы бір айта кететін жағдай, гонконгский грипптің өте алдамшы эффектісі бар. Ол ацетамивир деген препаратты беретін болсаңыздар, противирусный препараттар, ол 1-2 күнде ішкеннен кейін жақсы болады, бала жақсы болып, сіздер ойлайсыздар, бала күшті болып, жақсы болып кетті деп. И резкі көбінесе ата-аналар көп қате жіберетін жағдай, ол дәріні бермей қояды ары қарай. Гонконгский грипп өте қазір ақылды, 2-3 күннен кейін сразу кері басталып кетеді. Сол себепті соның алдын алу үшін емді тоқтатпаңыздар. Негізінде желательно до конца 5 күн, 7 күн аралығында бергеніңіз дұрыс. Тағы да айта кететін жағдай, әр балаға оксалин жағып қойған дұрыс негізінде. Каждый балаға, өйткені ауырған бала бір-біріне білесіздер, контакт болады. Үйде ол вирус жүреді. Қанша дегенмен ол үйде вирус жүреді. Сондықтан да үйді тазалауға ұмытпаңыздар, терезені, форточканы бір ашып алуға болады. Сосын егер жағдайларыңыз жетіп жатырса, негізінде үйді жаңағы воздух очиститель бар ғой, ауаны тазартатын. Негізінде паровой түрлері болады, әртүрлі түрлері болады. Сіздерге егер видеосы керек болатын болса, фотосы керек болатын болса, қазір сіздерге көрсететін боламын. Сондай пайдаланған дұрыс. Ол үйдің бәрін, вирустың бәрін тазалады. Ауырмаңыздар, аман жүріңіздер. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, қандай препараттармен емделгендеріңіз болса, full cup жайында айтатын болсаңыздар, қазір бізде full cup Атырау қаласында жоқ. Сіз қай қаладансыз, және ол препарат сіздерде бар ма? Ценасын жазып кетсеңіздер. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар, ем болсын.